Көзім сырықтық болған ба? Белім ауырып болды кеше. Видео түсіріп 2-3 видео түсіріп дайындап қойдым. Жаба ғой есікті. Жата отырмасам мен басым ауырып бірақ танатып кетті ғой. Ауылда өмір сүру керек. Чөз қағазын. Жедел. Жедел. Не хабар? Хабар жатыр жоқ. Не ауылда әр жерде бір қағаз жатыр. Ол ана жұмысқа тренинг дейді. Сол. Тренинг деген жұмыс. Оны сомдауға не? Типа акцияларды көтеріліп сөйлеп ақша табуға болады. Қойшы. Онда неге біздің ауылға тоқтап тұрған? Енді сол бүгін маған көтеріледі күн ақша ұтып алуға болады. Оған қалай кереді? Немен қарайды деген ғой? Бұл көресің телевизорда бірінші каналды көрсетеді. Бірінші каналда? Қанша теңге туған мүмкіндік бар? $1 миллион. Бірақ оны түсу шансы 1%. 1%? Ана сол 1% мен бойыншымын сонда. Бірінші канал дедің ба? Мен сол қарап отырмын. Мен ақшаға жақын адаммын қарайды ғой. Давай, жедел. Не қағаз? Трейдинг 92% көбейіп жатыр дейді ма біріне дейді. Бірінші канал деді ғой. Тоқтамын тастайтайын. Жедел. Бүгін грядка кімнің күні еді? Сенің күнің ғой, кеше сен онда мен жинадым. Зат қайда, мотыка қайда? Ол көз жігіт сағат сағып ұйықтап отты ғой сен. Сол түнде ұйықтап ұмытқан. Әр жерде бір жатыр қағаз. Көзін сән затында дедім ма? Грядка жинамаға көп болды. Осы тез жинап жетелерге беріп тұрайын. Өспесе де алып тастаңшы. Тез. Мен қол шығып қалыпты. Көптен жасамағаннан ғой. Видео түсіру керек, қызықты жағдай болып тұр. Грядка жинап бұл видео түсіріп. Қайдан түсірейінші камераны қойып. Барлықтан сәлем достар, бүгін ауылда ауылына кеше жатып қойдым. Ауылдан андай қағаздар толып кеткен артындағы. Солар жедел айтады. Трейдинг деген жұмыс бүгін ақша табуға болады дейді. Соны бүгін тексеріп көремін бәрі отырмын. Қарынан грядка жинап түсейін, сосын қараймын. Мына жақта картошка болды да. Тез. Ана мәрден сұрақ болу керек еді, қалай жасадым. Жетпей қалды. Біз қосып жүрген санайық, өздері отырып жасамайды. Тез алайық. Меға картофелге салайықшы. Сәл біз аз болып тұр қазір. Жедел короче, зат көзін саған сандығына салып сен алып кетесіңдер ғой. Тез салып сен мынандай қағаздар толып отыр жерде. Жасап көру керек. Как раз кеше қаладан телевизор әкеліп қойдым. Кино көремін бәрі, чипсы әкеліп. Ноутбук да бар. Мәрден салып кетейінші. Не болды екен? Мені қарап отыр деп. Жетел не хабар? Мәрденнен де алдында жатыр. Мен саламалейкум. Сен ана ауылда қағаздар жұмыс жасап жатыр деді ғой. Соны не қылдың? Ұттым $1 миллион. Ой, жоғалтылып қалдым. Сосын телевизор ыстырып
Televizor sındırıp tastadым. Başını jasamaydi. Uqmaydi. Mende bir saklarım var, бірақ да сыя алмаймын да. Отырайық. Мына жүріп отырмын. Акция. Ноутбукқа айтты. Акцияларына отыр. Tesla дейді. Каспий дейді. Ей, не қылдым мен? Бірінші каналда бұл қолмен қосылатын телевизор ғой. Міне болып отыр ғой. Жетеден сұрақ қойып тұрсам, нешеден нешеге дейін деп. Жетел. Жұмыс нешеден нешеге дейін еді. Қай жерден бастап бітетін еді. Саны. 319 баса 319. Жақсы. Нештен кетсем болады? Менде қазір кәсіпбиімде миллион теңге бар деп. Любой ақша тіктен ұтады екенсің бә қалай. 319 8 бастым. Не болды мынау? Ой, каналда осы үшін. Көтерілсейші. Еба. $1 миллион қалтада ғой. Көшесіне. $1 миллион қалтада 1%. Еба. Жетел. Жетел. Сен үшін дайындайын кіреді. Не болды? Ана ауылдың барлық жетелдерін айтын. Ауылды жақсартамыз. Ремонт болады. Мен онда ақшаға қуатып қой. $1 миллион ұтылды ма? Қош, 1% еді ғой. Айттым, сол 1% мен болғанды. Түнде батып жатыр. Үйіне батып қазір су қуатысын. $1 миллион банкке шығарам екен енді. Короче, ана $1 болған соң. Короче, видеоны асыл лайк басын. Енді ертеңнен бастап ақшамды ауылға кірісу керек. Ақшаны алып кіріп ауылды ремонттап сөйтіп өзіме бір нормальный үй салу керек. Жетелдің үйінде тұрып отырмын. Видеоны асыл лайк басын, каналға кірген алдыңғы видеоны қарап кетін, пранкты әдемі шықты. Давай.